Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін үлпілдек жұмсақ болып пісетін, духовкада дайындалатын пирожкидің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су, май, жұмыртқа, шекер, тұз салып араластырып аламын. Сұйықтығымыз жылы болу керек, салқын болса біздің аштығымызға дұрыс ашмай қалады. Одан кейін дрожж салып араластырамын, ұн салып жұмсақ қамыр илеймін. Жұмсақ қамыр дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге шамамен 1,5-2 сағатқа қоямыз. Тестіміз көтерілгенше картопты қабығынан ашып, суға пісіріп аламын. Піскеннен кейін осылай езіп, бұрыш, тұз саламыз. Менің қамырым 2 сағатта дайын болды. Енді оны илеп, шетінен үзіп, пирожкиімізді дайындаймыз. Досканың астын майлап, қамырдың шетін үзіп алып, оны қолмен жайсаңыздар болады. Болмаса оқтаумен жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз. Ортасына картопты салып, түйеміз. Қалғандарында дәл осылай жасап шығамын. Пирожкиімізді бірден пергамент қағаз төселген формаға қойып шығамыз. Дайын болған пирожкилерді бетін жауып, шамамен 15-20 минутқа жылы жерге қоямыз. Пирожкилер осылай көтеріліп шығады. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешке 160 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің пирожки дайын, жұмсақ, дәмді болып шықты. Көбінесе майлы тағамдарды ұнатпайтын адамдарға арналған рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, маған пікір қалдыруды ұмытпаңыз.